Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Арай ПП Food. Бүгін ПП кокос печеньесін дайындайтын боламыз. Егер сіз кокос дәмін жақсы көретін болсаңыз, онда бұл печенье сізге міндетті түрде ұнайды. Кокос печеньесі өте жұмсақ және нәзік болып шығады. Бізге керек ингредиенттер: жұмыртқа, ерітілген сары май, қаймақ, сұйық бал, қант алмастырғыш, кокос ұнтағы, күріш ұны, сода және шым тұз. Ең алдымен ыдысқа бір жұмыртқаны жарып саламыз. Оның үстіне 2 грамм қант алмастырғышын қосамыз. Және шым тұз қосамыз. Венчикпен немесе вилкамен жақсылап тұрып араластырамыз. Үстіне 20% қаймақты қосамыз. Ерітілген сары май, сұйық бал және кокос ұнтағын қосамыз. Одан кейін жарты шай қасық сода қосамыз. Егер сода болмаса, онда қопсытқышты қосса болады. Және күріш ұнын қосып, қасықпен жақсылап тұрып араластырамыз. Сіздерде осындай қамыр шығу керек, қолға қатты жабыспайтын. Қолымызға бір ас қасық қамырын алып, домалатып дөңгелек шарики жасаймыз. Және печеньенің формасына келтіреміз. Формамызды алып, оның үстіне пергамент қағазын төсейміз. Және сол печеньелерді пергамент қағаздың үстіне саламыз. Менде шамамен 10 штук печенье шықты. Енді қыздырылған пеште 180 градуста 15-20 минут пісіреміз. Біздің кокос печеньеміздің дәмі баунти шоколадына ұқсас, бірақ бұл печенье одан да дәмді және диеталық болып келеді. Егер видеоны соңына дейін қарасаңыз, лайк қойып және комментарий жазуды ұмытпаңыз. Ас болсын!